Өткенге тағзым, болашаққа өнеге. Биыл біз үшін ерекше жыл. Асқар Тау әкеміз, Еженхан Нұралыұлы мен аяулы анамыз Сәмбей Сыдық қызының туғанына 100 жыл толып отыр. Рухтарына тағзым етіп, өткен өмірлеріне зерделі көзбен қарап, өскелең ұрпаққа рухани тәрбие мен болашаққа бағдар беру мақсатында біз кішігірім бейне альбом құрастырып, Құран қатым шығаруды қолға алдық. Киелі Шыңғыс тауынан шыққан, тарихта аттары қалған көптеген абзал азаматтардың қатарында біздің жан әкеміз, әулетіміздің тірегі Еженхан Нұралыұлының орны ерекше екені сөзсіз. Әкеміз 1925 жылы Абай ауданының Күлмен ауылында дүниеге келген. Оның әкесі Нұралы Бекұлы мен анасы Керімғали Шыңғыстаудың кең алқабында ата кәсібімен айналысып, мал шаруашылығымен айналысқан үлкен әулеттен еді. Нұралы атамыздан Кәріпжан мен Еженхан есімді 2 ұл қалған. Өмірдің қиындықтарын жастайынан көрген әкеміз 3 жасында анасынан айырылды. 1929 жылы Нұралы атамыз үлкен ағасы Кәріпжанмен бірге туған жерінен басқа жаққа көшуге мәжбүр болады. Олар Ертіс өзенінен өтіп, Новошүлбе ауданындағы Уба Форпост ауылына қоныстанады. Еңбек жолын 1941 жылы 6 сыныпты бітіргеннен кейін Уба Форпост ұжымшарында есепші болып бастады. Алайда тағдыр оны басқа жолға салды. 1943 жылы майданға шақырылып, артиллерия полкының құрамында Жапон империалистеріне қарсы шайқастарға қатысты. Соғыстан кейін 1946-1947 жылдары батарея комсомол ұйымының хатшысы қызметін атқарып, саяси және мәдени көпшілік жұмыстарын белсенді жүргізді. Осы еңбегі үшін ол бірнеше марапатқа ие болды. Соның ішінде Германияны жеңгені үшін және Жапонияны жеңгені үшін медальдары бар. 22 жасында 1947 жылы коммунистік партия қатарына өтті. 1948 жылы елге оралып, есепшілік қызметін жалғастырды. 1949 жылы Сәмбей анамыз екеуі шаңырақ көтеріп, отбасын құрды. Кейіннен ұжымшар басшыларын даярлайтын курсты үздік бітіріп, білімін жетілдірді. 1950 жылдан бастап Новошүлба аудандық партия комитетінде ауыл шаруашылығы саласында нұсқаушы, бөлім бастығы және 3-ші хатшы қызметтерін атқарып, 1959 жылға дейін партия жұмысында абыройлы еңбек етті. 1959 жылы Жарма ауданы атқару комитетінің төрағасы болып тағайындалды. 1962 жылы Мәскеудегі жоғары партия мектебін бітіргеннен кейін 1963 жылы Аягөз ауданына ауысты. Алдымен партия ұйымының хатшысы болып, кейін 1965-1970 жылдары Аягөз аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметін үлкен табыспен атқарып, зор беделге ие болды. 3 рет облыстық кеңестің депутаты, 2 рет қалалық партконференция делегаты болып сайланған. 1966 жылы коммунистік партияның 12-ші съезінің делегаты болып сайланды. Ол өзі басқарған саланы терең меңгеріп, халқының құрметіне бөленді. Еңбегі Совет одағы мемлекеті тарапынан жоғары бағаланды. 32 жасында құрмет белгісі орденімен, 41 жасында Ленин орденімен марапатталды. Еңбек жолында көптеген зиялы замандастармен, соның ішінде ел басқарған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев сияқты тұлғалармен қатар жұмыс істеді. Найзағай отындай су етіп, өмірден от болып жанып, ерте өшкен, жаны жайсаң, адал жүректі есілер, жол апатынан бар болғаны 45 жасында 1970 жылы 15 ақпанда бақилық болды. Осы қайғылы оқиғадан болған қаза Аягөз өңіріндегі қалың елдің қабырғасын қатты қайыстырды. Халқымның шын қырағы түлек еді, елімнің таянышты тірек еді, қайран жас
кемеліне келмей кетті. Тереңнен ұзақ мақсат тілеп еді деген өкініш аралас өксікті шумақтарын іштей қайталап, жүректері егіліп, қалың көпшілік еңіреп жылағанда көк аспан күңіренді. Әкемізді еске алғанда Кәріпжан атамызды да бірге елестетеміз. Әкеміздің үлкен ағасы, біздің атамыз бір бөлек тұлға. Әкеміздің орнына әке, атаның орнына ата болған Рәш апамыз екеуі бізді өз балаларынан кем көрмей, қамқоршымыз, тілеушіміз болды. Адамның аты өшпей, тек жақсы істермен ғана есте қалатыны сияқты. Әкеміздің туыстарына деген ерекше көңілі мен сыйластығы да ерекшеді. Әкемізден кейін бізбен бірге болған Рахымхан Құсайынұлы, Қайдар ағамыз, Бекен Серғазыұлы сияқты ағаларымыздың да орны бөлек. 2001 жылы Аягөз қаласындағы бір көшеге әкеміздің есімі берілді. Бұл оның елі үшін сіңірген еңбегінің белгісі. Әкеміздің қысқа ғана өмірі адал еңбекпен, халқына деген адал қызметпен өтті. Оның адамгершілігі, әділдігі мен қарапайымдылығы көпшілікке үлгі болды. Ой өрісі кең, білімі терең, білікті басшы ретінде ол айналасына үлкен ықпал етті. Оның асыл қасиеттері мен адамгершілік құндылықтары оны құрметті тұлғаға айналдырды. Әке Асқар Тау, ана Қайнар бұлақ. Асыл анамыз Сәмби Сыдық қызы әкемізге адал жар, өмірінің тірегі, балаларының анасы, ұрпақтарының әжесі болды. 5 баламен 44 жасында жесір қалып, бізді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, тәрбиелеп, оқытып, ел қатарына қосты. Ол ел құрметіне бөленген асыл ана, қадірлі жан бола білді. Адам ұрпағымен мың жасайды. Бүгінгі күні екі атамыздан таралған ұрпақтар үлкен әулетке айналдық. Ортамызда мықты дәрігерлер, ғалымдар, еңбектері сіңген белгілі кәсіпкерлер, балуандар шығып, елге танымал болып жатыр. Бұл әкелеріміздің жалғасып келе жатқан генетикалық жемісі деуге толық негіз бар. Ойлары өрісті, еңбектері жемісті, асыл адамдардың ұрпақтары болғанымыз үшін шүкір етеміз. Уақыт өте келе ата-бабаларымыздың бойындағы қасиеттері даналыққа айналып, ұрпақтарына өнеге болады деген ойдамыз. Әкелеріміздің өмірі үлгі өнеге, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші күш. Бұл біздің әулетіміздің тарихы. Ата-бабаларымыздың жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын, жандары жәннаттың төрінде болсын.